Сіздің мына авторлық құқықты ретке келтірем деп жасап жатқан құлшынысыңыз құптарлық, өте қуаныштымын, сәттілік тілеймін. Енді біздің ауыл партиясының көп мүшесі аграрлық ғалымдар, ауыл шаруашылығы фермерлері. Мен сізге бұрыннан бір шешілмей жатқан бір мәселені айтсам. Мысалы, мал шаруашылығында талай тұқымдар бар бізде. Соның авторлары өте көп. Мысалға, етті меринос деген тұқым бар. Соның авторы 8 адам. Міне сол тұқым шығарғаннан бері бір тиын алған жоқ. 8 адамның біреуі де бір тиын алған жоқ. Себебі механизм жоқ. Солқылдақ біздің осы тұсымыз. Өсімдік шаруашылығын алсақ, талай тағы да айтылмаған авторлар бар. Әлі күнге дейін бір тиынын көре алмай жүрген азаматтар өте көп. Міне біз осы ғалымдардың проблемасын қашан шешіп береміз? Мен айтайын деген бір институттағы мысалды келтірейінші. Бір ғалым бір өнімді жасаған, авторы соның, бірақ енді ол өнімді сатқан институт 100 миллионнан аса кіріс тапқан. Енді ол 10 миллион теңге алуға құқылы, бірақ төлегені 500 мың теңге. 500 мың теңге. Енді қасында жүрген балалары, інілері, әріптестері, жастар соны көріп отырғанда ертең қалай ол? Менің интеллектуалдық еңбегім осылай бағаланса, мен не үшін істеуім керек деп ертең шетел асып кетеді ғой мысалы. Міне осы бүкіл аграрлық саладағы ғалымдардың жағдайын зерделеп, үлкен бір ревизия жасауға дайынсыз ба? Соны айтыңызшы, рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Мен қазір ғана айтып кеткенде, осы сала енді былай айтқанда шарттық қатынастарға байланысты. Олар бос түрде бір-бірімен шартқа түседі, одан кейін біреусі орындамайды, немесе орындайды да басқа жағын ойластырады. Сондай кезде бұл шарттың қатынастарына байланысты біздің жақтан қандай да бір қадам немесе бұлай болады деп, осылай болады деп мен қазір айта алмаймын сізге. Жалпы осы мәселені қазір сізден естіп отырмын. Оны зерттеуге дайынбыз. Тиісті осындай ұсыныстарымыз болып жатса, ортаға салып шешуге дайынбыз.